Өлі-тірісін білмей, Тарас тұрғыны Сәулехан Әбдіханова шетел асып кеткен қызын іздеп таппай жүр. Оның айтуынша осыдан 7 жыл бұрын Үнді мұхитындағы Маврикия аралына Үндістан азаматымен ілесіп кеткен Ақмарал Әбдіхановадан 4 жылдан бері хабар жоқ. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз ең өзекті мәселе болмақ. Қазіргі таңда өзіміздің елдегі қарагөз қазақ қыздары шетелдік келіп жатқан мигранттардың көпшілігі болуда. Сол жайында өте өзекті мәселені тыңдап кетіңіздер. Қызымды сатамын, арақ беріңізші деген әлеуметтік эксперимент арна эфирінде, әлеуметтік желілерде де көп көрсетілді. Тіпті кейбір ақпараттық сайттар эксперименттің атауын айқайлатып тақырып қып қойып, сайттарына да жариялады. Босағада қыздың қырсығы қалады деген ырыммен қызым қонағындай төрге шығарып аялап өсірген қазағымыз енді қызымызды сатамын деген эксперимент жасауы тіпті ерсі көрінеді. Ер адамның қыз баласын жетелеп көшеде сатамын деп жүруі қазіргі қыздардың шетелдік азаматтарға тұрмысқа шығып кетуіне тағы да тұздық болмасына кім кепіл? Қызымды сатамын демей-ақ өздері ақшаға, байлыққа құмартып кеткені қашан? Қыздарымыздың кейбірі өз еріктерімен сатылып кетті. Оған эксперимент арқылы дәмдеуіш қосудың түкке де қажеті жоқ еді. Негізгі әңгіме әлгі ерсі эксперимент жайында емес, ұлтын сататын қазақ қыздары хақында. Өзге ұлттың азаматына тұрмысқа шығып, сол ұлттың ұрпағын өмірге әкелу қыз тарапынан ұлтын сату емес пе? Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Шетелдікпен күні-түні тайраңдаған, осылай деп жырлаған ақын жігіттерді де көрдім. Қыздар неге шетелдік жігіттерді таңдайды? Аралас некенің баяны қандай? Әртүрлі этностар тұратын Қазақстанда аралас неке болмай тұрмайды. Ал оның күн санап артуы еліміз бен ұрпағымызға зиян тигізбей қоймайды. Өз болашағының пайдасын ойлаған қыздың тағдыр ұлт болашағына қандай зиян тигізуі мүмкін? Сүйкімді, сүйдім, күйдім деп шетелдік азаматтың етегінен ұстап, шекара асып жатқан қара көздеріміздің қалы шынымен кинодағыдай болады мекен? Қыздарымыз тұрмыс құрарда бұл жағына тереңінен ойламайды. Тіпті қыздарының шетелдік азаматқа тұрмысқа шығып, шекара аттап, мұхит асып жатқан мақтан етіп айтатын ата-аналар да бар. Шетелдік аруды жар етіп, келін сүріп жатқан жігіт жайында аз естиміз. Алайда шетелдік азаматтардың етегінен ұстап, еріп кетіп жатқан қыздар туралы 2 күннің бірінде естіп, ендігі қалыпты жағдай сияқты қарайтын халге жеттік. 25-тен асқан қыз тұрмысқа шықпаған, 30-ға жетпеген азамат үйленбеген. Бұған не себеп, не кедергі? Қыздар нағыз ханзада жоқ десе, жігіттер қыз жоқ дейді. Неге үйленбей жүрсің деген сұраққа жаттанды жауап қой баяғы. Нағыз ханзада жоқ деп өзінің ақбозатты ханзадасын күткен қыздар шынымен де ханзаданың жоқтығына көзі жеткен күні ақ мерседес мінген шетелдік үйірсек келеді. Еліміздің жылына орта есеппен 100 000 неке қиылса, оның 20% аралас неке екен. Шетелдік күйеу балалардың басым бөлігі Франция, Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия, Ресей, Қытай, Америка елдерінен екен. Ал қара көздерімізден туған жиендерше, олар кім болады? Ана тілінде сөйлейді ме? Анасының өз қайын жұртының тілінде шүлдірлеп жүрсе, жиендерден не күтпекпіз? Тіпті ештеңе де күте алмаймыз. Бейресми мәлімет бойынша 30 000 Қытай қазақ қыздарын алып Қазақстанда тұрып жатыр. Ақтөбе, Алматы және Шығыс Қазақстан аймақтарында Қытайға тұрмысқа шыққан қазақ қыздары көп. Сондай-ақ Орал, Астана, Петропавл, Павлодар, Қостанай, Алматы қыздарының орыс жігітімен шаңырақ көтерсе, ал Атырау мен Маңғыстау облысында қыздардың арабқа тұрмысқа шығу жағдайлары жиі тіркеліпті. Мұндай тізімді тізе берсең тіпті санынан жаңыларсыз. Бұл мәселе тек батыс, шығыс, орталық аймақтарда ғана емес, оңтүстікте де ушығып тұр. Бұл уақытта Шымкенттің қыздары қырғыз бен түрік ұлтының азаматтарының етегінен ұстауды сәнге айналдырған. Туыстарымыздың да, таныстарымыздың да арасында өзге ұлтпен құда болып жатқандар бар дейді. Зиягүл есімді орта жастағы әйел айтуынша қырғыз жұрты саудамен келіп, құда болып осы елде тұрақтағылары келеді. Ал оңтүстік өңірде орналасқан халықаралық Қазақ-Түрік университетіне оқуға келетін түрік жігіттер де қазақ қыздарына үйленуді жөн санайды екен. Ал Көкшетау қаласында тұратын Гүлнар Сенбай ұлының орыс қызына үйленгісі келетінін айтады. Жалғыз ұлым бар, күйеуден ерте қалдым. Осы балам 3 өмір сүрдім ғой. Жалғызымның ақ дегені алғыз, қара дегені қарғыз. Сүйіп қалыпты, өміріне араласып қайтемін. Орыспен құда болғалы жүрмін, осылайша дейді.
Мұндай мысалдар самыңдап кездеседі. Алайда өзге ұлттан алған келін қазақша сөйлеп, орамал тағып, еліп сәлем беруші ме еді? Өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан өз жұртын ойлаушы ме еді? Ақшаны, жақсы өмірді көздеп, шетел кеткен, сол елдің санын көбейтіп, ұрпағын өмірге әкеліп отырған арулар өмірінің соңына дейін дәл солай бақытты боларына ешкімде кепілдік бермейді ғой. Олигархқа тұрмысқа шығып деп арамзаның алдауына түсіп қалған қаншама қыздарымыз да бар. Бір Қазақстанның әр аймағының адамдар кейде әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деп түсінісе алмай қалып жатады. Ал енді тілі де, діні де, ділі де, салт дәстүрін бе мүлдем бөлек басқа ұлттың азаматына тұрмысқа шыққан қыздардың отбасында ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деу қисынға келмейді. Әрине, адамның кімге үйленуі әркімнің өз еркінде, шаруа жоқ. Алайда аралас неке аз халықты жұтудың жақсы жолы, депті Сэм Херсин. Шынында да бұл сөздің жаны бар. Аз ұлттар, аз ұлы ұлттардың кең көмейіне жұтылып жатқан мына заманда қазақ қыздары етектеріне ие бола алмай жүрген қиын. Психологтардың айтуынша, шетелге тұрмысқа шығуды таршылық көрген, толық емес отбасылардан шыққан қыздар көбірек қалайды екен. Себебі олар ата-аналарының көрген қиындықтарын қайталағысы келмейді. Сондай-ақ ауқатты отбасының шетел көрген, сонда оқып тәлім алған қызды европашыл болады екен. Сол себепті қандай отбасы болса да, психологтар қызы бар аналарды қыздарын жастайынан өз ұясының ғана жұмыртқасын басуға, тәрбиелеуге шақырады. Ана үйдің баласы шетелдік қызды жетектеп келіпті дегенді естиміз. Болса да өте сирек. Ал шетелге күйеуге шығатын қазақ қыздар мыңдап, миллиондап кездеседі. Бұл деген қыз баланың психологиясында ауытқушылық бар деген сөз. Себебі оның санасында бұл өзге ұлттың адамы ғой деген ой болмайды. Бір тәрбиеге байланысты, анаға байланысты. Шетелдікке тұрмысқа шыққан қыз өз баласына қандай аналық тәрбие бере алады? Әрине, өз сияқты ұл қызды өсіреді. Оның балалары да дәл солай. Осылайша бүгін бір әулеттің ұрпағы бөлінеді. Негізінде махаббат болып үйленік деп ақталғанымен, психология ғалымдарында махаббат дегеннің жай ғана сыйластық екенін және оның әрқашан өзгеріп, жаңарып отыратындығы дәлелденген. Тек мұны қыздарымыз түсіне бермейді, дейді психолог Майра Жетпісбайқызы. Қыздарымыздың қалағаны жақсы жағдай болса, шетелдік күйеу баланың көксегеніне бұл жағына барлаған ешкім жоқ. Бізге тек қатал заң жетпейді. Мәселен, Түркияда шетел азаматтарының түрік қыздарымен танысуына рұқсат берілмейді. Ал арабтар өзге ұлттарға қыздарын бермейді. Түркменстанда жергілікті қызды алу үшін сол елдің азаматтығын қабылдап барып, сосын үкіметке 150 мың ақш доллары ретінде салық төлеу қажет. Ал бізде ше, бізде көлденең келген көк атты қыздарымыздың көрпесіне кіріп кете береді. Бірнеше тіл білетін, ақшасы көп шетелдік күйеу баланы мақтан етпей, қыздарына тек қазақ жігітіне тұрмысқа шығуын талап етіп, тәрбие беру арқылы ұлттың рухын сақтап қалу әр атаның қолында. Ал бауырлар, сөзіміздің соңында не дейміз? Мен өзім негізінде бір жерде жұмыс істеймін, бірақ оны құпия түрінде қалсын. Осыдан бірнеше күн бұрын бір қазақ қызын көрдім. Шетелдік индус. Үстінен жаман еш шығып тұр, бірақ соған қарамастан бір қазақтың қызы мойнына асылып тұр. Анаған қарап шыдай алмай, барып жөнімді айтайын десем, менің жағамнан алып бетіме түкірейін деп тұр. Қазақ тілді қазақ қыздары тек қана тура жолда болайық. Алла тағала разы болсын, қазақ елі, үйдегі әпке қарындастарымызға ие болайық.